Армысыздар, құрметті көрермендер. Ата-бабамыз аңсаған азаттыққа 30 жыл толуына орай ұйымдастырылып отырған тәуелсіздік турасында атты мерекелік кешімізге қош келдіңіздер. Бүгінгі қонақтарымыз ақын Ақберен Елгезек және де ақын Ерлан Жүніс. Сол жолда қаншама адам тағдыры бұзылды, оқудан шықты, түрмеде отырды, денсаулығын құртып алды. Бірақ дүниені өзгертетін оқиғалар болады ғой. Бұл жағдайды ескі мен жаңаның тартысы деуге де болады, ұрпақтар қақтығысы деуге де болады. Шоқтығына ер батқан қайғаңдаған, мен бір байық жорғамын байпаңдаған. Күлесің ау, күлесің сайтан бала, сен айт менің ойымды айта алмаған. Ізгәуенмен ақ жауын себелеп, бәркі дүние шөкім бұлт боп көшіп өтті. Жасы мен гүлінен қонған көбелек жапыраққа оранып жалғыздықты кешіп өтті. Баяғыдай ұйушы еді жырға гүм, жырдың құны жұпарында біл жаным. Сенем саған, сенем еркем, сен де сен, сенімге сенем, сөзінге сенем, сен десем. Тағылымды сұхбат болды. Ағаларымыздың біршама біздің студент жастарымызға бөлісер ақпараттары бір тұжырымды ой болды деп ойлаймыз.